Жамандық жасамаған шал. Бір ауылда сабан шатырлы үй бар екен. Ернеуінде дегелек үй салған. Қабырғасы қисайған терезеде гүлдер жайнап тұр. Үйде мұржасы бар, пеште бар. Бұл үйде қарт шаруамен әйелі өмір сүріпті. Олар кедей болғанымен дүниеге байланбаған адамдар еді. Аты бар еді. Бір күні кемпірі күйеуіне бүгін жәрмеңке күні дейді. Жылқыны жетектеп бар да сатып кел, немесе басқа бір нәрсеге айырбастап кел. Бізге ол енді керек емес. Аспан ашық. Күннің көзі шыжып тұрды. Жолдың шаңы шығып жатыр. Тіпті пайналатын жерде жоқ. Қасынан сиырды жетелеп адам өтті. Сиыры ірі, сүтті көрінеді, деп ойлады шаруа. Сиырды жылқыға айырбастасам ғой, деп ойлады шал. Сәлем жолдас, дейді ол. Меніңше жылқы сиырдан қымбат, бірақ маған сиыр пайдалырақ. Айырбастауға қарсы емеспін. Айырбас жасайсың ба? Әрине. Сиырды жетелеген адам қуанады. Шал жылқыны айырбастады. Үйіне қайтып кетсе де болар еді, себебі әйелі айтқан тапсырманы орындады. Бірақ жәрмеңкеге жақын болғаннан кейін барып көрейін деп шешті. Осылай сиырын айдап келе жатып, қой жетелеген адамды қуып жетеді. Қойы семіз, жүні жібекте екен. Шіркін, мына қой жақсы екен. Жазда шөп жеп, қыс болса үйде бағуға болады. Қой сиырдан жақсы болар, деп ойлады шал. Сонымен сиырды қойға айырбастайды. Шал енді қой жетелеп келеді. Кенет қоршаудың жанында үлкен қаз ұстап тұрған адамды көреді. Қарашы. Қаз қандай семіз. Жүнді әрі етті, дейді шал. Оны тоған жанына байлап қояр едім. Кемпірім жеміс қабығымен 40 қабатының сабығын беріп асырар. Ол өзі талай айтатын еді. Қаз асырағым келеді деп. Енді міне арманы орындалар, деп ойлады шал. Екеуі келісіп айырбас жасайды. Шалдың қолында енді қаз бар. Қалаға кірген кезде көшеде халықта малда көп екен. Іннің ішіндегі қояндар сияқты үймелеп жүр. Шал бір картоп алқабының қоршауына жақындағанда байлаулы тұрған тауықты көреді. Мына тауық көргендерімнің ішіндегі ең әдемісі. Тіпті молданың тауығынан да жақсы, деп ойлады ол. О, құдайым-ай, мына тауықты алғым келеді. Жемін өзі тауып жейді. Егер мен оны қазға айырбастасам, тамаша болар еді. Айырбастаймыз ба? деп сұрайды.
Адам сұрайды, рас айтасыз ба? Жасайық, деп қуанды. Осылайша қаз тауыққа айырбасталады. Жолда көп жүріп шал шаршайды. Күнде ыстық, шаршап, шөлдеп, қарны ашып, бір тавернаға кірмек болады. Тура есікке жеткенде, оған бір сатушы шығып келе жатады. Олар қақпаның алдында кездесті. Қапшығымда не бар? Деп сұрайды шал. Алма езбісі, дейді сатушы, шошқаға арналған бір қап алма. Қап, қандай көп, шал айтады. Әйелім көрсе таңғалар еді. Былтыр біздің алма ағашымыз ұшақ алма беріп еді. Оларды шкафқа сақтап, ақыры шірітіп алғанбыз. Әйелім мына алманы көргенде, бұл нағыз байлық, деп айтатын еді. Я, мен оның көргенін қалаймын. Қанша? Деп сатушы сұрады. Қанша, тауыққа айырбастаймын. Алма езбісі бар қапшықты алып, шал тавернаға кіріп, бар үстеліне жақындады. Алмаларды пештің жанына қойды. От жанып тұрғанын түсінбеді. Бөлмеде адам көп еді. Соның ішінде шабандоз саудагермен екі өте бай ағылшын дыбыс шықты. Алма отта жанып бастады. Бұл не? Көп ұзамай барлығы шаруаның сиырды жылқыға айырбастағанын, бір қап алма алғанша саудасын жалғастырғанын білді. Ах! Үйіне келгенде әйелін сені ұратына сенімдімін. Ағылшын айтады. Ол сенімен ұрсып қалады. Жоқ, ол мені сүйеді. Мені ұрмайды. Менің әйелім. Күйеуім ең жақсы адам деп айтады. Таверна келушілер айтты. Біз 111 фунтқа бас тігуге дайынбыз. Шаруа жауап береді. Мен бір қап алма езбісін бәске тіге аламын, және әйелімді, және өзімді бас тігуге қоса аламын. Бұл әділ болады деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы, деп айтты олар. Осылайша ставка жасалды. Иесі арбасына мініп шықты. Онымен бірге екі ағылшын және алма ұстаған шаруа болды. Біраз уақыттан кейін олар шалдың үйіне жетті. Қайырлы кеш, әйелім. Қайырлы кеш, күйеуім. Мен базарға бардым. Мен сұрағандай бәрін орындадым, деді кемпір. Шалын құшақтап, екеуі қонақтар мен алма туралы ұмытты. Мен атты сиырға айырбастадым, деді шал. Аллаға шүкір, сүт ішеміз, деді кемпір. Бізде сүтпен ірімшік болады, бұл жақсы келісім. Я, бірақ сиырды қойға айырбастадым. Бұл тіпті жақсы, деді кемпір. Бізде қой бағуға шөп жетерлік. Бізде енді ірімшікпен жүн-шұлық болады. Я, жүн-шұлық деген жақсы ғой.
Сиыр бұның бәрін бермейді. Қой сиырдан жақсы. Рахмет. Бірақ мен қойды қазға айырбастадым. Қымбаттым, әуелі Мартин күні біз қаз жейміз. Сен мені әрқашан қуантасың. Бұл жақсы ой болды. Біз әуелі Мартин күніне дейін семіз қазды өсіре аламыз. Бірақ мен қазды тауыққа айырбастадым, деді шаруа. Тауық, бұл өте жақсы болды, деп айтты кемпір. Тауық жұмыртқалайды, одан балапан шығады. Бізде бір ұя балапан болады. Бірақ мен тауықты бір қап алмаға айырбастадым. Кел, құшақтап алайыншы, деді әйелі. Рахмет саған, жан-жарым. Енді саған бірдеңе айтайын. Өзің білетіндей, сен кеткеннен кейін саған құймақ жасаймын деп жүр едім, бірақ үйде зере жоқ екен. Мектептегі мұғалімнен қарыз алғым келді. Оларда бар екенін білемін, бірақ мұғалімнің әйелі өте жаман. Мен одан зере сұрадым. Қарызға алу деп айтты маған. Біз бақшаға ештеңе еккен жоқпыз. Тіпті алма ағаштарын да саған қарызға бере алмаймыз, тек алмаға айырбастаймыз. Енді оны мен 10 алмаға айырбастаймын. Немесе бір қап алма езбесіне. Жаным, бұл керемет. Деп кемпір оны сүйді. Бұл керемет. Екі ағылшын таң қалды. Олар үнемі бақытсыздыққа ұшырағанына қарамастан бақытты. Бұл керемет. Сосын олар шаруаларға 111 фунт төлейді. Себебі әйелі оны ұрмай сүйді. Егер әйелі күйеуін әлемдегі ең ақылды адам деп санаса, және оның барлық ісін дұрыс істейді деп айтса, олар әрқашан бақытты болады.